Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен ерекше дәмді және өте жылдам дайындалатын таңғы асқа 15 минутта дайын болатын мінекей өте әдемі хачапури дайындайтын боламыз. Мен арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Ал мінекей қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Ұнымыз, айран, қант және тұз және разрехитель, сұйық май, бір жұмыртқа қажет болады. Мінекей барлық затымызды дайындап алдық. Енді ыдысымызға ең алдымен айранымызды құйып аламыз. Бөлме температурасында болуы қажет, және сұйық майымызды құямыз. Бір жұмыртқамызды жарып, оны да қосып алатын боламыз. Және тұз, мінекей қантымызды қосып алдық. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мінекей араластырып алып, енді ұнымызды 2 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Мінекей алғашқы бөлігін қосып, жарты бөлігін қосып, оның үстіне разрехительді онымен бірге қосып, қолымызбен бір илеп алатын боламыз. Араластырып, жақсылап илеп алған соң, енді қалған бөлігін екінші бөлігіне қосып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып, жұп-жұмсақ әдемі қамырымызды дайындап алатын боламыз. Өте оңай және өте жылдам жасалынады. Таңғы асқа жылдам жасалынатын ерекше дәмді тағамдардың бірі. Мінекей қамырымызды илеп дайындап алдық. Енді бетін пленкамен жауып, біраз уақытқа қамырымыз тынғанша қалдыратын боламыз. Және бізге енді осының арасына салмасына сыр, жұмыртқа және дәміне қарап аздап тұз қажет болады. Сырымызды терканың ірі көзінен өткізіп алатын боламыз. Мінекей өткізіп дайындап алдық. Енді осыған бір жұмыртқамызды жарып қосып аламыз. Және дәміне қарап аздап тұзымызды қосатын боламыз. Қажетті затымыздың барлығын салып алдық. Енді жақсылап бір қалыпқа келтіріп араластырып алатын боламыз. Араластырып дайындап алған соң 4 бөлікке бөліп, әрбір бөлікті дөңгелек пішінге келтіріп алатын боламыз. Мінекей осылай қолымызбен дөңгелек пішінге келтіріп аламыз. Осылай дайындап алдық. Енді осы уақыт аралығында біздің қамырымызда тынып дайын болып тұр. Қамырымызды енді ұн сеуіп қамырымызды зуала етіп жасап аламыз. Дөңгелек пішінге келтіріп алып, бірдей 4 бөлікке бөлетін боламыз. Мінекей осылай теңдей 4 бөлікке бөліп, әрқайсысын дөңгелек пішінге келтіріп дайындап алатын боламыз. Мінекей осылай әр қамырымызды бөлектеп дайындап алдық. Енді ұнымызды сеуіп, қамырымызды жайып алатын боламыз. Мінекей қатты жұқартпай, қатты қалың етпей, мінекей осылай кішірек етіп жайып алатын боламыз. Жайып дайындап алған қамырымызға жаңағы сырный шариктарымызды ортасына салып, қамырымызды мінекей осылай түйіп жинап алатын боламыз. Енді осы түйіп алған қамырымызды бірден оқтаумен жаймай, алдымен аздап осылай қолымызбен икемдеп жайып аламыз да, оқтаумен қатты күш салмай, осындай дөңгелек пішінге келтіріп алатын боламыз. Қатты жұқартып жайып жүрмеңіздер. Мінекей осылай кішкене ғана жайып алсаңыздар болғаны. Мінекей осылай барлық қамырымызды дайындап аламыз. Бетін жауып, азғана уақытқа қалдырамыз. Осы уақытта табамызды қыздырып, енді бір-бірлеп пісіріп алатын боламыз. Қатты да емес, жай да емес, орташа отта мінекей осылай қолымызбен кішкене айналдырып, қызартып пісіріп алатын боламыз. Мінекей екінші бетінде осылай айналдыра отырып, әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Табамызға ешқандай майда, еш нәрсе керек емес, құрғақ, жай табада мінекей осылай екі бетін қызартып пісіріп алатын боламыз. Пісіп шыққан соң бетіне мінекей мынандай сары майымыздан жағып, бетіне толықтай айналдыра жағып алатын боламыз.
Достар, енді пісіргеннен бүкіл үйдің ішін алып кетті ғой. Өте дәмді, өте ерекше, таңғы асқа өте жылдам дайындауға болатын ерекше тағамдардың бірі. Балаларыма да өте қатты ұнады. Мына жерде алғашқысын пісіре салып ыстықтай бөліп беріп тұрмын. Балаларым шыдамай дәмін көруге асықты. Достар, жасап көріңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қазақша контенттің дамуына үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Жанындағы қоңырау белгісін басып қойсаңыздар, алғашқылардың бірі болып видеоларымды тамашалай аласыздар. Менің арнамнан да көптеген рецепттің түрлерін таба аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш.